Мысалы, мен түнде шай немесе кофе ішкім келіп тұр. Бұл таңдау бір 3 секундта болуы мүмкін ше. Барып шай ішемін. Бұл кезде менің миымның ішінде кофе мен шай деген әрекет потенциалдары бір-бірімен күресіп жатыр. Мида судья жоқ ешқандай. Просто қай жақтың нейронының потенциалы көп, сол жаққа қарай ми кетіп қалады ше. Қара, мен кофе ішпеймін, себебі мидың ішінде уже білім бар. Кофе түнде зиян, ұйықтай алмай қалуы мүмкін, кофе анау, мынау. Неге шай ұтып кетеді ол жерде? Себебі, мысалы, бала кезде әжеммен бірге шай ішетін едім түнде, мамаммен отырып шай ішетін едім, шай пайдалы, ұйқымды жақсартады. Көрдің ба? Кімде менің вниманием бір жерде тұр, бірақ қай таңдаудың ішінде бұл таңдау бөлінбейді. Таңдау ол бәрібір нерв жүйе, қай жүйе потенциал үлкен болса, ми соны таңдап кетеді. Бір адамдар спокойно кофе іше салады, себебі оның миының ішінде кофе деген таңдау ол ұтып кетіп жатыр да, шай деген таңдауды. Ми осылай жұмыс жасайды. Сол себепті адамда ерік таңдауы бір жағынан бар, бір жағынан жоқ.